Ассалаумағалейкум құрметті футбол сүйер қауым. Бүгін біз ең қарапайым футболшылардың бірі Садио Мане жайында сөз қозғайтын боламыз. Сіздермен бірге нағыз футбол арнасы. Ал видео басталмас бұрын тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Танымал футболшы бола тұра Садио Мане өте қарапайым футболшы болып табылады. 2018 жылдың 1 қыркүйек күні Ливерпуль мен Лестер арасындағы болған ойында ол негізгі маңызды голды соққан болатын. Ал осы ойын аяқтала салысымен сенегалдық футболшы жергілікті мешітке барып, ол жерде тазалықпен айналысты. Қолына еден жуғышталып, дәретхананы тазалауға кірісті. Сонда келушілердің бірі Манені өзінің мобильді телефонына түсіріп алып, видео жазбаны интернет желісіне салып таратып жібереді. Мен мұсылманмын, күніне 5 рет құлшылық етіп намаз оқимын, және құлшылығымды мешітте орындауға тырысамын. Бір күні мешітке келгенімде өзімнің ганалық жақын досымды жолықтырдым. Мен оны құлшылықтан соң үйіме шай ішуге шақырдым. Бірақ ол маған жоқ, мен жұмыс істеуім керек, мешіт дәретханаларын тазалауым керек деп жауап берді. Сосын оған онда бірге істейік дедім. Дәл сол сәтте бізді бір видеоға түсіріп алды. Мен одан видеоны ешқайда жүктемеуін сұрадым. Ол адам мақұл деп ант берді. Дегенмен келесі күн әлгі видео барлық желілерде таралып кетті. Дегенмен бұл жаман нәрсе емес, мен үшін бұл қалыпты жағдай. Мен кішкенте ғана ауылда туып өстім. Бізде ешқашан ақша болған емес. Мен кішкенте жас кезімде күріш пен қант өсірілетін алқапта жұмыс істейтінмін. Және мен бұны бүгінгі күні де бұрынғы үйіме әр жас сайын келіп отырғанда істеймін. Біз ауылда үлкендердің сөйлегенде тынышталып, олардың айтқандарын тыңдаймыз. Садио Мане үнемі қайырымдылық ақшасын аямай жұмсап отырады. Бірде ол Сенегалдағы туған ауылына мектеп салынуына орай 200 мың фунт қаржыны аударған. Бұл менің жүрегіме жақын жоба болып табылады. Бұл құрылыс осы жазда басталды. Және әр 2 апта өткен сайын маған жұмыстың қалай жүріп жатқанын көруім үшін фотосуреттер жіберіліп отырады. Ай өткеннен соң барлығы дайын болады деп ойлаймын. Білесіз бе, Африкада үкімет басшылары үнемі ауылдарды ұмыт қалдырып көңіл бөле қоймайды. Мен ауылда тұрғанымда басымнан кетпейтін бір ғана ойым болатын. Бұл профессионалды футболшы атануым үшін Дакарға аттануым керек деген ой. Енді мен Бамбалиде өскен жасөспірім балаларды сол жерде қалғандарын қалаймын. Садио Сенегалдың кризисті аудандарын ауыз сумен қамтамасыз ететін компанияны қаржыландырады. Ол мектептерді және футбол секцияларын жабдықтандыруға көмектеседі. Округтік госпитальді де финанстық қаржыландыруға жәрдемдеседі. Жалпы өзінің отанына көмектесуге орай Мане өзінің айлық жалақысының 1/5 бөлігін жұмсап отырады. Садио Мане Ливерпульдің жаттығу базасында да көпшілікке танымал. Ол барлығымен тату күйде жақсы тіл табысады. Қарапайым және өте момын жігіт. Көптеген футболшылар жұлдыз ауруымен ауырып, көбірек мақтануға құмар болып келеді. Ал Мане болса мүлдем олардың қатарында емес. Садио Манені отандастары мен ауылдастары мақтан тұтады. Мен ешқашанда алкогольге жоламаймын. Дін мен үшін өте маңызды. Мен исламның парыздарына аса үлкен құрметпен қараймын. Күніне 5 рет құлшылық жасап намаз оқимыз. Сенегалда халықтың 90% мұсылмандар, ал қалған 10% ғана христиандар. Бірақ барлығы да бірге үйлесімді достық қарым-қатынаспен тату-тәтті өмір сүреді. Менің жақын досым христиан болатын, және біз жиі бір-бірімізге қонаққа барып араласамыз. Дін және менің футбол ойнауға деген құштарлығымда ешқандай қарама-қайшылықтар болған емес. Мені дұрыс тәрбиелеп өсірген. Ата-анам менің профессионалды футболшы болғандығымды әрқашанда қуана мақтаныш ететін. Олар әлі күнге дейін дәл сол шағынған ауылда өмір сүруде. Кішкентай кезімнен бері мені үнемі өзімнің туып өскен жерімді қалайда разы ету, жақсылықты қайтар ойым қатты шабыттандыратын. Қазіргі кездегі жеткен жетістіктеріне қол жеткізу оған оңайға соқпады. Егер картаға көз салар болсақ, біз Бамбалидің Сенегал елінен басқа барлық жерлерінен оқшау екенін көреміз. Мане өзінің ағайына күндердің күнінде ол Францияның танымал клубтарының бірінде өнер көрсететінін айтқан кезде, ағасы жай ғана күлген екен. Ағасы олардың ауылының елдегі футбол орталығы орналасқан жерден, яғни Дакардан қаншалықты алысы оқшау екенін айтып, мүмкін емес екендігін түсіндірген екен. Бірақ сонда да Мане өзінің арманына қарай ұмтылып, әрқашанда оған сеніммен болатын. Бала кезінде Мане өзінің достарына оның қолы мүлдем босамайтынын, тіпті жуынуға да уақыты болмайтынын, тек жеткілікті ақшаға қол жеткізген жағдайда ғана душ қабылдап жуына алатынын айтатын болған. Менің ата-анамда мені мектепке жіберуге болатындай ақшалары болған емес. Әр күні таңнан кешке дейін мен әрдайым өзімнің достарыммен бірге көшеде футбол ойнауға ұмтылатынмын. Мен жас кезімде теледидардан премьер-лига ойындарын көріп ойланатынмын. Мен үшін бұл үлкен арман болатын. Бірақ мен 2002 жылғы өткен әлем чемпионатынан кейін өзімнің футболшы атана алатыныма шынайы сендім. Сол әлем чемпионатында Сенегал ұлттық құрамасы 4-1 финалдық кезең сатысына дейін жетіп, біраз жолатқан еді.
Олар менің жүрегімде тек қана футбол бар екендігін көрген кезде, мен олардан мені біздің еліміздің футбол астанасына жіберулерін өтініп сұрадым. Менің ауылым Дакардан өте алыс орналасқан және әлде қашан ол жерге ешқандай скауттар көз салмас деп ойлана келе, барлығын өз қолыма алуды шештім. Мен Дакар қалашығына көшіп келгенімде өзім танымайтын, бұрын соңды естіп көрмеген және ештеңе білмейтін отбасымен бірге өмір сүре бастадым. Мен оларға тек азғантай ғана ақшамды ұсынып, олар өз үйлеріне кіруіме рұқсат берулерінің алдында оларға өзімнің футболға деген шабытым жайында айтып түсіндірдім. Мен қаралымға келген кезде командаға тап болуды қалайтын қаншама балаларды көрдім. Мен ешқашанда сол сәтті ұмытпаймын. Және бұны қазір есіме түсірсем күлкім келеді. Сол жерде бір жасы егде тартқан жаттықтырушыны көрдім. Ол маған қатты таңырқап қарады. Сосын ол, сен шынымен де қаралымның өтуге келіп тұрсың ба деп сұрады. Сосын оған иә деп жауап бердім. Мына етікпен доп теппекшісің бе? Олмен қалай ойнамақсың? Сенің тіпті футболға арналған шортыңда жоқ па не деді? Сосын мен оған өзімдегі барлық жақсы нәрселермен келіп тұрғанымды айттым. Мен тек қана ойнап өзімді көрсеткім келді. Мен алаңда өнер көрсетіп жүргенімді көрген оның түрінен қатты таңқалып тұрғанын байқауға болатын еді. Ол маған беттеп келді де бірден, мен сені аламын, сен менің командамда ойнайтын боласың деп айтты. Манені француздық скауттар байқап қалады. Олар Африканың оқшауланған жерлерінен ең кедей және ең дарынды футболшыларды іздестіріп қарастырып, Садио Манені командадағы ең кедей әрі ең талантты бала деп оны таңдап алады. Садио өзінің ата-анасына Франция елінде мансабын бастау мақсатында Сенегал еліне кетіп бара жатқанын айтпай жасырды. Оның отбасы Манеден футболшы шығады деп аса қатты сене қоймайтын. Сол себепті де Садио оларға ерекше тосынсый жасауды шешті. Оның анасы ол әлі де Сенегал елінде деп ойлады. Мане анасына өзінің Еуропада екендігін және француздық Метс клубында өнер көрсететінін айту үшін оған қоңырау шалды. Мен оған қоңырау шалдымда сәлем анашым, мен Франциядамын дедім. Сосын ол қайдағы Франция деп жауап беріп, бұған сене алмады. Сосын оған Еуропадағы Франциядамын деп жауап бердім. Ол шынымен де қатты таңқалып, аң-таң күйде болды. Расымен де солай екендігіне көзі жету үшін ол күнде қоңырау шалып тұратын. Ол тек мені теледидардан көргеннен кейін барып, ақыры сенді. Метс сапынан Манені Red Bull Зальцбург командасы айтарлықтай қомақты сомаға сатып алды. Кейіннен Зальцбург сапында өнер көрсетіп жүргенде ол көптеген еуропалық топ клубтардың қызығушылық назарына ілікті. Ақыры ол ағылшын еліне аттанып Саутгемптон сапына ауысады. Бастапқыда маған Англияда жауын-шашында қиын ауа райына байланысты қиынырақ болды. Бірақ мен бұл елдегі ерекше футбол мәдениетіне тәнті болдым. Ливерпуль сапына ауысқаннан кейін мен біраз уақыт бойы қонақ үйде қоныстанып келдім. Бірақ ал енді менде қаланың оңтүстік жағында жайлы орным бар. Достармен бірге жиірек мейрамханаларға барып тұрамын. Маған бұл жерде барлығы да ұнайды. Садио Мане әзірге Ливерпуль сапына ешқайда кетуге асықпайтын секілді. 2018 жылы ол Қызылдар клубымен 2023 жылдың жазына дейінгі келісімшартқа отырған болатын. Осы келісімшарт арқылы Мане аптасына 150 мың еуро жалақы алып отырады. Мен Ливерпульмен келісімшартты ұзартқаныма өте қуаныштымын. Мен үшін бұл маңызды оқиға. Мен клубқа көптеген жүлделерді жеңіп алуға көмектесуге тырысамын. Ливерпуль сапына ауысу туралы мүмкіндік келгенде екі ойланбағанымды үнемі айтып келемін. Ливерпуль сапына ауысу бұл мен үшін мансабымдағы ең дұрыс шешімім болды. Мен енді одан да бетер мықты бола түскім келеді. Одан да мықтырақ ойнауды қалаймын. Еркін су жағын мүлдем ойланбай жетіле бергім келеді. Әлі де бар күшімді салып көбірек жұмыс істеуім керек. Қадірменді көрермендер, ал осымен біздің бүгінгі видеомызды өз мәресіне жетіп аяқталды. Егер видео ұнаған болса, онда міндетті түрде еңбегімізді бағалап, аямай лайктарыңызды басып, арнамызға жазуды ұмытпаңыздар. Ал бүгінге осы, келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.